Ассалаумағалейкум, қайырлы таң күн деп айтайын, иә. Қалайсыздар, погода сәл бұзылып тұр. Біз қазір бір жерге келдік көрінуге, тексерілуге. Одан бөлек бұйыртса 2-3 күні жолға шығамыз деп жатырдық. Енді погода сәл нашар болып тұрғанда видеолар жібермей жатыр. Алматы, Шымкент жүргендеріңіз болса, біреуіңіз айтып жүрсеңдер қалай болып тұр екен погода. Бұйыртса жақсы жаңалықтармен бөлісеміз жақын арада. Күтіңіздер. В общем, күшті жаңалық, достар. Аллаға шүкір. Қазір енді бұяқтан шығып, үйдегілерді апарып тастап, одан кейін кеп машинаны бір көрсетіп, жан-жағын амал дайындалып жолға шықсақ па деген ой болып тұр. Қалайсыздар? Бүгін таңғы кросс. Бүгін ерте тұрдым. Нағып ерте тұрған себебін айтайын. Себебі мен ұйықтаған жоқпын. Ұйықтамадым. Өйткені ұйықтайтындай түн болмады. Так что бәрі нормально. Бек еңбек, бәрі жеңбек. Бұл өмірде өз-өзіңе жаның ашмаса, саған ешкім жаның ашмайды. Дұрыс па, ағайындар?